Айтыстың аққуы едіңіз, коучтардың қарғасы болып барасыз, апатай. Мен сізді баяғы айтыстың аққуы ретінде көргім келеді. Белгілі заңгер Айгүл Орынбек әлеуметтік желіде айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаеваға осындай ашық жазба қалдырды. Заңгер өз сөзінде: "Қан сасып, дем жетпей жатқан халқыңа дем беріп, бір қуантып едің. Миллионер боламын деп Стамбулға ағылып, далада қаңғып қалып жатқан әйелдердің көшін тоқтатып, бір қуантыңыз. Әйелдердің өздерінде ми жоқ па депсіз? Иә, сіздердің ертегі өмірлеріңізді көрген әйелдерде ми қалмады" деген. Халықтың жүрегінде қазақтың мұңын жырлап жүрген қазақтың Айнұры болып орын алдың. Мына құзғындардың арқасында қарғысына қалып жүрмеңіз деп ашық жазып отырмын деген. Заңгер ақынның жеке өзіне де ескерткенін, мұндай жазбаны жамандыққа қимағандықтан жазып отырғанын жеткізген. Бұдан бөлек заңгер қазақ әйелдеріне де арнап үндеу жариялаған. Түркияға миллионер боламын деп барып, қайыршы болып қайтпаңдар, сенбеңіздер деп жанашырлық танытқан. Ал сіздермен болғанмен Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіз.